Assalomualaikum do'stlar. Bugun buyursa kartaning жаңа төлем паролін ұмытып қалған кезде қалай восстановить ету керек, сол жайлы болады. Ана карта енгізгенде 6 сан болады ғой. Соны көбісі ұмытып қалады. Көбісі емес, енді біреулер ұмытып қалады жалпы. Соны ұмытып қалған жағдайда не істеу керек, соны көрсететін боламын. Pinduo'ға кіреміз. Pinduo'ға кіреміз. Осы жерді басамыз. Егер мына сізде карта шықпай тұрса, менде YouTube'да тағы бір видео бар. Карта жоқ болып кетсе не істеу керек деген. Соны қараңыз да. Осыны басамыз. Менде карта olmaydı. Mınadan басамыз. Міне. Көрдіңіз ғой, мына шыққан кезде, мынаның екіншісін, астынан екіншісін басамыз. Міне, мына біздің картаны тіркеліп тұр. Енді 6 сандық нөмірді ұмытып қалған кезде осы қызылды басамыз. Осыны ұмытып қалған кезде мына жерде 6 сан ше. Соны ұмытып қалсақ, астында көк бар ғой, соны басамыз. Сосын осыны басамыз. Мінекей мына карта тұр ғой міне бізде. Осының төлем паролін ұмытып қалдық біз. Осыны басамыз. Мына жерге алдындағы не сан бар ғой. 16 сан. Картаның 16 сан жазамыз осы жерге. Қазір мен жазайын. Şöyle алып тастайтын шығармын. Жаңа копировать етіп алдым. Каспийден копировать етіп алсаңдар болады. Карта қасыңызда болмаса. Вставить етеміз. Сосын қызылды басамыз. Мына жерге атыңызды жазамыз. Картадағы аты бар ғой. Мына жерге датасын жазамыз. Мына жерге картаның артында 3 санды жазамыз. Мына 10-25 мына жерге срок жазамыз екіншісіне. Сосын мынаны басамыз. Мына жерге артындағы кодты жазамыз. Картаның артындағы код. Міне мен жаздым, барлығын толтырдым. Сосын қызылды басамыз. Мінекей, көрдіңіз ба, қайталдан төлем пароль теріліп тұр. Осы жерге. Соны қайталдан тереміз, ұмытпайтын алып, сосын бір жерге жазып қоямыз. Өзім 1-2-1-2-1-2 дегенді қолданамын. Болды, міне қайталап жаз дейді. Болды, карта восстановлен. Осы. Ассаламалейкум, сау болыңдар.